Сәлем баршаға. Бүгін біз арабша ай алатауларын өтетін боламыз. Яғни ай күнтізбесі бойынша. Арабтарда да біздегідей 12 ай бар. Яғни 12 айдың атауын бүгін өтетін боламыз. Ал кеттік ендеше. Арабтар ай күнтізбесі бойынша жүреді, ал біз күн күнтізбесі бойынша жүреміз. Яғни негізгі айды алса, біздер негізгі күнді аламыз. Григориан күнтізбесі. Ендеше оларда бірінші ай аты Мухаррам. Араларыңызда арабша білетіндер бар, білмейтіндер бар. Білмейтіндерге өзім дұрыстап беремін, ал білетіндер өздері оқи алады бұл сөздерді. İkincisi Safar ayı, üçüncüsü Rabiul Avval, dördüncüsü Rabiul Ahir, beşincisi Cumadel Ula, altıncısı Cumadel Ahir, yedincisi Recep, sekizincisi Şaban, dokuzuncusu Ramazan, onuncu Şevval, 11 Zülqa'de, 12 Zülhicce. Енді мына біріншісі Рабиул Ауал келетін болсақ, кейбір сөздіктерде Рабиул Ауал, Рабиул Сәни деп келеді. Ал Жұмадал Ула, Жұмадал Сәни деп келеді кейбір кітаптарда. Бұл ескіше түрі деп ойлаймын. Шынымен мына жерде алиф мақсура болады, яғни қысқартылған алиф. Бұл жерде мен неге ие жазып қойдым, просто бір сіздерге сұрақ болсын. Яғни араб тілін білетіндерге неге алиф мақсура имен келеді, неге жай алиф сала салмайды. Бұл жерде мен өзімдік пікірім бар. Сіздерді өздеріңіздің ойларыңызды комментте қалдырыңыздар. Бұл жерде яғни кезінде и деп оқылған, яғни ескі арабтар, яғни пайғамбарымызға дейінгі арабтар, İsmail Peygamber'e кейінгі арабтар и деп оқыған деп ойлаймын. Уля деген кезде алифті улай деп оқыған деп ойлаймын. Және басқа сөздер бар араб тілінде, яғни аля, иля деген сөздерде сөйтіп оқылған деп ойлаймын, яғни илай, алай деп. Егеміз мысалы амандасқанда ассаламу алейкум деген кезде и деп оқимыз, ал аляның өзі жеке тұрғанда алифпен оқимыз. Имен оқудың өзі оның кезінде и деп оқылғандығын білдіреді деп ойлаймын мен. Енді бұл менің өзімнің субъективті пікірім. Одан кейін қазір біз Рамазан айы жақындап қалды. Бір-екі күннен кейін ораза басталады. Рамазан айы осы Рамазан деген айы болса, Шабан айы қазір бізде аяқталуы аз болды. Ал қажылық, яғни үлкен қажылық, арабша хаджул акбар деп айтылады. Ол мына Зүл-Хиджжа деген айда жасалады. Және де арабтарда күн басталу уақыты қателеспесем ақшамнан кейін болу керек. Ал бізде Григориан күнтізбесі бойынша бұл сағат 12-де ғой. 12-ден кейін жаңа күн басталады. Сондай айырмашылықтар бар. Және де астында тұрған ат-тақуим аш-шамсия, яғни күнді негізге алатын күнтізбе, бұл біздікі. Екіншісі ат-тақуим ал-қамария, қамар, яғни ай. Бұл айды негізге алатын күнтізбе. Қазір біз әлем қолданып жүрген күнтізбе, Григориан күнтізбесі. Бұл кезіндегі римдік бір Григорий деген адам тарапынан жасалған, ал ол өз кезегінде одан бұрынғы Юлиан күнтізбесі, яғни Юлий Цезарь құрастырған күнтізбеден бастау алады. Соның өзгертілген түрде айтсақ та болады. Әрине, кейбір сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментке қалдырыңыздар. Менде адамның менде қателесуі мүмкін. Қателескен жерін түзетіп қойсаңыздар болады.